Сәлем достар, аныма қош келдіңіздер. Бұл оқымызды қыздың екінші бөлімі. Көп сөзбай бастайық. Келіп лайк басуды ұмытпаймыз. Міне осы жер. Ой, Элина келіп қалдың ба? Я, апай, мені математикадан жарысқа қатыстырайын деп жатыр. Я, естідім. Мен қазір сен қасыңа барамын. Сен ана жақта математикадан дайындала бір, жарай ма? Жақсы. Апай, біз қайда келдік? Біз директордың кабинетіне келдік. Саламатсыз ба? Элина деген сен қыз сен ба? Әрине. Сені аярудың орнына математикадан қатыстырайын деп жатырмыз. Соған байланысты сен көп сабаққа қатыспайтын шығарсың. Өйткені осы жақта отырып математикадан дайындаласың. Жақсы. Бұлай математикадан нешеге шығып жүр едің бұрынғы мектептеріңде? 5-ке шықтым барлық сабағымнан. Жақсы, кітап берем. Соларды оқып, дәптеріңе жазып дайындаласың. 1-2 аптадан кейін жарыс болады. Мынау математиканың есептерінің ережелері туралы кітаптар. Міне. Ал мынау өзінің есептері туралы кітаптар. Пока 2 кітап берейін, соған дайындала бер. Ал мен қазір келемін. Мектепке келе сала жарысқа қатысайын деп жатырмын ғой. Бірінші мына кітаптан бастайын. Айару, неғып қайтып келді? Мен жарысқа қатыспайтын болдым. Ой, тағы да ана Элинан қатысайын деп жатыр ма? Я, ол математикадан шығара алады. Шығара алатынын білеміз. Не болды сонша? Ештеңе болған жоқ. Апай келмейтін сияқты ғой. Иә. Онда біз анаяққа барып келейік, күтіп отырғанша. Иә, жүр. Ай, қайда бара жатсыңдар? Саламатсыздар ма? Неге оқушы аз? Апай, жаңағы кім Аярумен Жансая шығып кетті. Не үшін шығып кетті? Қоңырау әлі соққан жоқ қой. Білмеймін, апай сірә келген жоқ деп шығып кетті. Бар, сен одан да оларды іздеп шақырып кел. Жақсы. Не істеп тұрсыңдар мына жақта? Не шаруаң бар не істеп тұрғанымызда? Сендерді апай шақырып жатыр. Немене, апай келді ма? Жоқ, келмеді ғой. Келді ғой, айтып тұрмын ғой, келді деп. Сендерді шақырып жатыр. Болың. Апай келе жатыр. Саламатсыз ба? Сен екеуің қайда жүрсіңдер? Неге менің рұқсатымсыз шығып кетесіңдер? А? Мен сендерге шық деп айтқан жоқпын ғой, тіпті мен келген де жоқпын. Не мынау? Тұрың, сабақты тұрып жазасыңдар, отырмайсыңдар орындарыңа. Апай, отыра салайықшы. Кешіріңізші. Жоқ, кешірмеймін, болды. Орындарыңа отырмайсыңдар, тұрып жазасыңдар сол жерде. Мына апай жыныма тигенін қарашы. Өзі бір басты құсатып, анан істе, манан істе. Әйтеуір өзінің бұйырғаны болу керек. Сол ғой. Сол жақта тұрың енді. Ал Элина қайда? Ол жаңадан келіп еді ғой, келмеді ме әлі? Жоқ апай, ол зат математикадан жарысқа алып кетті. Иә, мана айтқаны сол екен ғой. Олды оқушылар, сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар. Аяғым талып кетті ғой. Ана апайда бар, басты құсап, талып кетті аяғым. Шырам қоңырау болыпты. Мамбұрай келді. Қандай ой? Ирина қасына барып бірдеңе қылып десек та. Жүр кеттік.
Міне келдік. Қыздар қайда баратсыңдар? Біз ба Элинаның қасына барайын деп едік. Жоқ, оның қасына бармаңдар. Оның ойын бөліп жібересіңдер, ол дайындалып жатыр. Болды, барын. Тобыр бірдеңе болса өстеді, әйтеуір бір апайларға бүгін не болған? Жібере берсе болмай ма? Сол ғой сол. Ой, іш пісіп кетті ғой. Я, қоңырауда ішке соғылған жоқ әрі. Жүр. Айтпақшы, мынау Элинаның кітап қоятын сүресі емес пе? Дәл солай. Кәне, оның сумкасын көретін не бар екен. Телефон. Ой, кітап толтырып алыпты ғой тіпті. Сол ғой. Мына телефонын алып алайықшы. Жүр. Ой, не заттар кірген ішінде бірдеңелер бар екен ғой. Әй! Анау Элинаның телефоны ғой, әкеліңдер. Не ұстап алғансыңдар? Не ол ұстауға да болмай ма? Болмайды. Әкеліңдер. Мынау қайтеді? Сол ғой. Мен мынаны барып, Элинаға апарып берейін. Мия, сен әлі кетпегенсің бе? Апай, Еру мен кім? Қасына біреу жүретін еді ғой. Сол екеуі Элинаның телефонын алып алыпты. Соны әкелуге келдім. Элина әлі кеткен жоқ па? Жоқ, кеткен жоқ. Сөмкесі әлі тұр. Жарайды, мен қазір екеуіңді үйлеріңе жіберем, бірге кетің. Қараңғы болып кетті дала. Жақсы. Ой, апай. Болды, кеш батып кетті. Мия, екеуің үйлеріңе қайтыңдар. Онысы да бәрі үйіне баяғыда қайтып кеткен. Жақсы. Айтпақшы, мен осы кітаптардың ішіндегі бәрін түсініп алдым. Иә, жақсы. Ал екеуің барып үйлерге бара берің. Жүр. Неге менің телефонымды ұстап алғансың? Ана, Аяру мен кім қасында біреу бар еді, атын ұмытып қалдым. Сол екеуі сенің сөмкеңді ақтарды да кітаптарды орнына қойды, бірақ сенің осы телефонды алып алды. Не ал? Рахмет алып алғаныңа. Жүр, одан да үйге қайтайық. Жүр. Buldum. Жүр. Айтпақшы, Мия, сен ата-анаңмен бірге тұрасың ба? Жоқ, әзірше тұрмаймын. Олар шетелде жұмыстармен жүр. Не келдік? Ой, ма, бап. Есеп тұрыстар. Ой, қызым, ақыры келдің, мен үшін кесіп қалдың. Матемнен дайындалып едім. Қай заттан? Жарысқа қатысамын. Ал қасыңдағы кім? Қасыңдағы кім? Мен ба? Бұл менің сыныптасым Мия. Ол мұна тұрған қарама-қарсы жақта пәтерде тұрады. Болды. Кел, сен ішке кір. Жарайды, сау бол, Мия. Қызым, мен сені алаңдадым ғой. Неге телефонымнан ескертпедің?
О жағын ұмытып кетіппін. Жақсы, жүр одан да саған мен тамақ берейін, шай берейін. Сосын барып ұйықтарсың. Жақсы. Болдым. Міне, қазір сендерге тамақ пісіремін. Тамағың дәмді болыпты. Мынандай коктейль жасап бергеніңіз үшін рахмет. Болып кетті, тезірек барып, орнымызға барып ұйықтайық. Сендер бара бер, мен өзім жайғастыра беремін.